Урматтуу көрүүчүлөр, биз Ноокат чергесиндеги чыгарылышыбызды улантабыз достор. Числону кайталап өтөбүз. Бүгүн 2020-жылдын 18 октябры. Экинчи чыгарылышыбызды баштайбыз. Жылкыларга болгон бааларды бул чыгарылышта өспүрүмдөрдүн жалпы эле жылкылардын бааларыны телефон номерлерине кошуп тартышка аракет кылабыз. Сиздердин суранычыңыздар боюнча биздин чет-жердеги мекендештер көп номер менен суранып жатышат. Ошолорду сиздерге чагылдырып беребиз. Мына чыгарылышыбыздын башында өспүрүмдөр менен баштайбыз туугандар. Бул жерде эки өспүрүм турат. Баасы жөнөкөй. Канчадан? 40 миң сомдон кеми бар экен. Байланыш номеринде калтырабыз. Эркекпи? Эркек. Кайсы жердин тайлары кулундар? Бишкек. Бишкектен алып келиптир туугандар. 40 миң сомдон кеми бар деди. Жакканын тандап алыңыздар. Алдынан да көрсөтөбүз. Байланыш номерин айта өтөбүз. 0774 08 64 31 номери менен байланышыңыздар. Көрүнүшү ушундай экен. Чыгарылышыбыздын башында бул кунан баа болуп жатат туугандар. Кунан баа болуп жатат экен туугандар. Биз адамдарды тартпайбыз туугандар. Мал жандык биздин программабыздын максаты. Ошо малды тартабыз. Канча бердиң улук? 104 миң. 104 миң баа бериптир. Порода кандай экен өзү? Россиядан алып келинген. Кунанга 104 миң берди. Баа болуп жатат туугандар. 104 миң. Клиентиң бар. Түрө берсеңиз ана бар о буду. Аксакалдар арага түшүп калды. Тупа туура 105 миң. Ana şu Санайт дешти. Allah'ını almadan koy. Dedi azmazdı koy kal. Бул кулундар экен. Каяктан келди булар да? Бишкек. Бишкектен алып келиптир. Жаккан болсо чаласыздар. Баасыны 70 миң сомдон кеми бар деди. Колго тиери канча? 65. Колго тиери 65 дейт. Номерини айтып өтөбүз өспүрүм сурагандар үчүн. Бүтөр. 707 менен 87-85 01 номерине кайрылыңыздар туугандар. Бул эки эркек кулун сатылыптыр. 118 миң сомго кетиптир. Мына базарда реалдуу болгон ба, мына базардын сыртына алып чыгып коюшту. Ошко бар экен ала. Базардын сыртына алып чыгып коюшкан. Kaçan çıkat? Кулундар экен. 6 жашар атты дагы мына жаныбызга алып келип калды. 100 миң сомго алдык дейт. Неси бар экен мунун? Иши улагы бар. Улагы бар экен. Beyzat Eke hocam bir tartışma. Yok. Şu iki kulun 118. Бул тай мына 49 миң сомго алышты туугандар. Эркек тай. Бул жерде Палтарашка өспүрүмдөр турат. Баасыны 90 миң сомдон деп 60-65ке бересиңби деп сурап башташты. Жакшы келишкен. Өспүрүм экен. Кара өспүрүмдүн баасы 55 экен. Бу чекедегиси канча чекедегиси? Чекедегиси 70 данчак. 70 экен. Мына жакканына алыңыздар. Номерин айтабыз, чалыңыздар дегендей. Өзүңүздөргө жакканын, бааларынын жөнөкөй айтылды. Өзүңүздөр базарды көрүп турасыздар. Канча деп жатышат, кандай болуп атат. Жаккан болсо тай чала бересиздер төмөнкү номерге. 72 менен 0772 менен 64 65 номерлерине кайрылып чалыңыздар. Кеми бар экен туугандар. Мынакей туугандар. Бул жанындагы дагы ол туралы, тору туралы да маалымат алабыз азыр. Бул Россиядан келиптир. Кашка 1,5 жаш экен, Палтарашка экен. Жазга кунан болот экен туугандар. Баасы канча? Баасы 150 миң сом кеми бар деди. Бүгүнкү базарга салыштырып туруп
Bağını berip çala berесиздер туғандар. Сиздердин суранычыңыздар менен бул өспүрүмдөрдү көп тартышка аракет кылабыз бул чыгарылышыбызда. Номерин айта кетебиз. 777 менен 85 89 номерине кайрылыңыздар туғандар. Базар канча берди бүгүн? 100'дүн үстүндө берген жокпуз дейт. Арттарында тартып көрсөтөбүз. Россиядан алып келиптир. Артынан көрүнүшү 100'дүн үстүнө бербедик дейт туғандар. Кунан экен жазга пышты бул кара 57 000 сомго алып байлашты учурда. Өспүрүм кулундар 40 000 сомдон деп турат багаларыны. Өспүрүм издегендерге 40 000 сом тегерегенде тарт дегендер сиздер үчүн тартылып жатат. Байланыш номеринде айта кетсек 05 0314 номери менен байланышыңыздар туғандар. Тиер жери канча? Тиер колго 35, колго тиер жери 35 000 сом деди. Мына баасы жөнөкөй туғандар. Эркек кулун сатылыптыр. 22 000 сомго бул сатылыптыр азыр. Ургач экен. Ургач кулун экен. Канча? 33'e бербедик дейт. 40 000 сом кеми бар дейт бул ургач байтал. Кулунду. Баасы жөнөкөй өспүрүмдөрдү да көрсөтө кетели. Мына чоң. Жазга кунан болот экен. Азыркы учурда палтарашка жазга чыгып 2 жаш кунан болот. Берки четтеги караны 65 000 деп баасын жөнөкөй айтты. Бул ортодогусунун баасы болсо 60 000, бунусу дагы 60 000 сом деп баасын арзан айтты туғандар. Ушундай 60 тегерегинде өспүрүмдөрдү издеп жаткан болсоңуздар, чалыңыздар, номерин айтабыз. 508 менен 68 04 номери менен байланышыңыздар туғандар. Өспүрүмдөрдү арзан айтты. Ургач кулун 35 000 сом кеми бар экен муну туғандар. Кичине кулун издегендерге 30 000 сомдон кеми бар экен булардын. Канча бул эркек ургачы? Erkek. Бурул эркек кулун экен. Канча пулу? 30 000 сом кеми бар экен мунда. Канчага бербедиң? 25'e vermem. 25 000 сомго бербей жатабыз дейт туғандар. Ушул бээ баа болуп аттыр. Кулуну мунакы. Кулуну менен 80 000 сомго бербей аттыр. Бозбу. Үйүрдө жүргөн. Үйүрдө бош жүргөн экен. Жылкылар менен 80 000ге бербедиң я. Эркек ургачы кулуну. Ургач кулуну менен экен. Ургач кулуну менен 80 000 экен. Бээ сурагандарга көк кетти. 21 000 сомго алынып туғандар. Бул бээ сурагандарга дагы канчаны туган бе? Канчаны туган? Экинчи боз базыр. Боз бээ экен. 75 000 сом деди баасын. 75 000 сом деди боз бээни баасын. Бээлердин да бааларын билишти улантабыз. Бул бээлер да канчадан экен? Салам алейкум. Канчадан экен баалары? Bağları 80 bin 90 bin. Кайсыңыз? Канчага бербедиңиз беркин? Ачыгы бүгүн базарда. 65 55 000 сомго бербедик деди ушул бээлерди. Ушул тайдын базары да кызып аттыр. Өспүрүмдүн 112 000 сом учурда баа берип жатышат экен туғандар. Ушул жерде ушунча адам көп болуп турат базарына. Россия экен. Мынакей туғандар 112 000 сомго берди. Сатылды. 112'ye satılıptır. Rusya parodasında eкен. Rusya'dan alıp gelingen eкен туғандар.
Жаңасы екен, 4 жашар екен. Улаққа чабылған емес пе? Чабылы екен. Тақаға да қойлы екен. Үйренші екен. Қайырда жүрде тақаланбай. Бишкектен келdim. Бишкектен алып келдіңер бе? Бишкектен алып келініп тұр. Бағасы қанша мұның? 200? 200 мың сом кемі бар екен. Байланышын номерін айтауыз. Бойы қанша шығат екен? Үрімімен 1.65-ін тегерек, ә? Бойы 1.65-ін тегерегінде екен туғандар. Номерін айта кетсек? 0709 76 01 07 номеріне қайырлыңыздар туғандар. Меке туғандар. Бұл аттағы тұрады, 8 жаш екен, 4 асы болып бұлат екен туғандар. Бағасында 150 мың сом кемі бар дейді, универсал ат екен. Ішке ұлаға кете өрет дейді. Жаққан болса чаласыздар, келішкен жауы-жауылып тұрады. Тақаға жауыш бұл. Бойы 1.65 тегерек екен, ә? Бойы 1.65 тегерегінде екен. Байланыс үшін номерін айтауыз туғандар. 0709 1060 88. Қаншаға бербедіңіз ең базарда бүгін? Биге. Ошо қарап тұрып чалғандар сізге. 80? 80 мың сомға бербедік деді торын. Жақса чалыңыздар туғандар. Çoğun beye satılıp тұр. 84 мың сомға сатылып тұр. Çoğun beye gelmezді. Çoğun ulaq at іздегендерге 1.70-ке жақын екен бой, 2 асы, 6 жаш екен туғандар. Сатылады екен улақтың аты. Қандай улақтарға чауылып жүрген ем? Торпақ улақтарға чауылып жүріп тұр. Сорындары бар дейм, алынған. Сорундарға таштап жүрген ат. Бүгін ноқат мал базарына сатуға шығып тұр туғандар. Жаққан болса аласыздар. 200 мың сом кемі бар деді бағасыны. Қаншаға берілбедім? 200-ге жақын сұрап атшат дейді. Номерін қалтырып кетелі? Айта өрің. 73 milyon. Plus 996 773 менен 85-75 73 номеріне қайрылыңыздар туғандар. Бойы 1.70-ке жақын, жоғыш, ұлаққа жақшат деді. Бізден жоғыры сұрашты. Бұл көк аттың бағасына 250 мың сом деді. Улағы бар ба? 5 жашар екен туғандар. Улағы. Улаққа жақшы дейді. Қанша бойы? Ченелген бе? 1.70. Бойы 1.70 екен. Бойы чоң екен. Жақшы сынды бат көрінеді туғандар. Қайырдың аты? Қадамжай районының аты екен. Егер де сіздерге жаққан болса, бұнда номерін алытыз. 996 770 17 04 97 номерімен қайырлыңыздар. Кем болу, базар қаншаға келді бүгін? Қалғаны келішім бағада дейді. Айлантырып бастырчы. Басыштарын да көрелі. Boyu 1.70 eкен. Бұл құнан екен, жазға 3 жашар болады екен, келішкен екен. Бағасыны орта айтты. 100 мың сом кемі бар деді бұның. Қайырдың? Аравандан алып келіп тұр туғандар. Құнан жазға 3 жашар, бұшты болады екен жазға. Телефон номерінде қайта өтеміз. Қанша берден базар? 79.082 мың баға берішті. 79.082 баға берді. Сатылып алып тұр туғандар. Байланыс үшін телефон номерін айта өтеміз.
79 menen. 779 menen 02 08 85. 02 08 85 nomerine kayırlığınızlar tuğanlar. Jakkan bolsa mı kuştuğa. Hoş bolar. Var mı? Maka tuğanlar. Bazar bugün öte köp kiriptir. Жылқылар 5 yaşar at eken alıştı. 75 bin so'm uçurdu alıştı şulatdı. Jeti yaşar 3 asıya at eken görüp turasızlar nomerleri menen. Bunun bağısını kançada atası mı? 130 bin kemi var eken tuğanlar. Çak gelgen at eken. Ulaq var mı? Universal at izlegenlerge 130 bin. Biraz kemi var dedi. Baylanışın telefon numarını kaldıraz. 1.65'in tegreye olup kalatken ha. Boy 1.65'in tegreye eken. Numerini daha kaldırak ettiğiniz tuğanlar. Kökröktü, joğun jolpu gelgen at eken tuğanlar. Telefonda aytыңlar. Plus 996 778 39 13 39 numerine kayırlasızlar tuğanlar. Görüp turasızlar attı. Nerede? Şul turgan kögat bağ olup attır. 97 bin bağ verip çatışatı şolat. Şul kögat bağ oldu. 98 bin so'm. O berdi otat. Yesi 99 bin so'm ala ver dep turat. 1000 so'm dalaştırışat ortada. 100 binge 1000 so'm koyup berem dedi. Yesi. Alıngan eken bugün bazardan. 98 bin uçurda bağ verip çatışatı şu yerde. 99 bin so'mga alındı. 90 binge algan eken 9 bin so'm paydasına 99 bin so'mga sattı mına uçurda. Kögat bağ olup çatat. Dağı. Varsa bana kim alsa alır. Var mı? Şu yerde bağ olup çattır. Koşatırgan yeri olsun şunlara koşatırgan. 82 bin so'mga sırap çatacak. Bağ verip çatat 82 bin so'm. Yaşı 10 yaştan ötüp aldırırlar. 82 bin uçurda bağ verdi bazar. Bulat turalı da malumat alsak jakşat görünedi. Okay. 82 bin verip çatacak. 5 yaşar at eken. Ekası yol bulat eken tuğanlar. $82 bin so'm bağ verişiptir. 5 yaşar at eken. İyisi 90 binge öňüňiz tura gelse tart dedi iyisi. Batınına 82 kilowatt başkalar gelip na uçurda 87 bin bağ verişiptir. Gelişim nuvat eken buldağı. 87 bin. Adam tutmadı. 500. 87 bin. 87 bin 500'e gitti. Neyin tatmadın bir şey? Kunan eken 2 yaşar, жазga 3 yaşar bolot deyip Karakaşkana. Jakşı emeken. Kança verişti? Ha, kança verişti? Dolar 85 verdiler. Hazırçı. 68 verdi. Hazır 68 veriyor da 85'ke satkan emas biz özde. Yes.
74 men. Егерде ушундай өзүңүз канча дедиңиз? Men 130 миң дептир. Номерин айта кетсек 0700 74 men. 74 менен 97 67 97. 97 67 97. Быйыл улакка салынган экен, 2 жаш болсо. Улакка салынган былтыр. Салынган Полторашка малына салынганда жакшы курчеле, улагы жакшы курчеле дейт. Порода чак, атасынан чак дейт. Айдаңыз кичине аркаларын мындай. Максим Максимович. Мынакей туугандар. Жакшы ала бересиздер чалып. Мынакей туугандар бүгүнкү ноокат чергесинде мал базардагы соңуна чыгып калды. Ой пикирлериңиздер болсо калтырыңыздар комментарийге, биз ошондо тартып беребиз. Болушунча сиздер айтып суранган боюнча тартышка аракет кылдык. Анча-мынча адашкан болсок кечирим сурайбыз. Саламатта калыңыздар.